Dostlar, hoş geldingizler. Sizlerмен birge осы тортумузга арналган допты дайындайтын болам. Авалетта мастикасын пайдаланамын. Мастикамыздын кажетті бөлігін алып, қалған бөлігін пакетімізбен аузын жауып орап коямыз. Мастикамызды жұмсартып аламыз. Biraz bölігін алып, пищевой краскамызбен бояймыз. Мастикамызга кара түсті бояқты құйдым. Бояқты пайдаланған кезімізде қолымызға перчаткамен жұмыс жасағанымыз ыңғайлы. Өзімізге қажетті түсті шығарғанша краскамызды қосамыз. Дәл осы видеодағыдай мастикамызды домалақ етіп жайып аламыз. Барлығын бірдей етіп кесіп аламыз. Домалақтап аламыз. Мастикамыздың жарты бөлігін алып, домалақтап созып аламыз. Барлығын бір размерде кесіп аламыз. Домалақтап аламыз. Мастикамызды жұмсартып, орташа көлемде домалақтап аламыз. Орташа көлемді мастикамызға домалақтап алған мастикамызды дәл осы видеодағыдай жинақтап шығамыз. Мастикамызды толығымен қойғаннан кейін бір қалыпқа келгенше домалақтап айналдырып аламыз. Добымыз дайын. Өте оңай әрі тез дайындалады.
Екінші добымыз дәл алдыңғыдай қайталанады. Бұл арада добымыздың айырмашылығы алдыңғы доптан қара түсі көбірек болады. Бір қалыпқа келгенше домалақтаймыз. Достар, видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар.